Баршаңызға қайырлы күн. Бүгін сіздермен жүгері ботқасын пісіру рецептімен бөлісемін. «800 мл судың үстіне 250 грамм жүгері жармасын салып, 10 минут суы тартылғанша қайнатамыз. Дәл осылай қоюланады. Үстіне 600 мл сүт және 200 мл су қосып араластырамыз. Бір шай қасық тұз және 3 ас қасық қант салып араластырамыз. Он минут тоқтаусыз араластырып отырып, баяу отта қайнатамыз. 10 минуттан кейін пешімізді сөндіріп, 5 минут бұқтырамыз. Өз қалауымызға сәйкес сары май салып араластырамыз. Ботқамыз дайын. Астарыңыз дәмді болсын. Егер рецепт ұнаса, тіркеліп, лайк басып, пікір қалдыруыңызды сұраймын.